Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді, сочный болып шығатын дөнердің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен салмасын дайындаймыз. Тауықтың төс етін осылай видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Кейін табаға май құйып, май қызыған соң осылай тауықтың етін қуырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш және паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып, 10 минуттай пісіреміз. Ешқандай су қоспайсыздар, міне осылай өзі қуырылады. Кейін көкөністерді әзірлейміз. Кез келген көкөністі қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Мен қияр мен қызанақты пайдаландым. Осылай видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Содан соң сырды үкіштен өткіземіз. Және де бізге картофель фри қажет болады. Оның жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Толық видеоны жоғарыда сілтемеде қалдырып кетемін, сол арқылы жасасаңыздар болады. Майонез бен кетчупты араластырып, соус жасап, осылай лавашқа жағамыз. Сочный болу үшін соусын кішкене көбірек жақсаңыздар болады. Кейін барлығын осылай ішіне салып шығамыз. Не осылай барлығын салдық, кейін осылай ораймыз. Кейін сырты қытырлақ болып тұру үшін грильницада, ол грильница болмаса табада, осылай табаны қыздырып алып, екі жағы қызарғанша ұстаймыз. Дөнеріміз өте дәмді, сочный болып шықты. Үй жағдайында осылай дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Сіздермен болған Салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.